Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен паприка қосылған сәбіз салатының рецебімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Және бұл салат өте пайдалы, денсаулыққа да пайдалы деп ойлаймын. Қою тағамдармен, кешке тамақтарға қосып жеуге жақсы, өте жақсы. Ол үшін мен осындай ұзындау келген 2 сәбізді алдым, яғни 2 сәбіз жарайды. Енді оны өздеріңіз қарайсыздар, мөлшеріне қарай. Мен енді кешкі асқа дайындау үшін осындай тек қана 2 сәбіз алдым. Бұл да кешкі асқа салат дайындауға жетеді деп ойлаймын. Сондықтан 2 сәбізімді осылай үккіштен өткіздім. Мінекей қараңыздар, өте ұзын емес, қатты қысқа да емес. Бұл үккіштің бір жақсы жері салатты осындай сәбіз салаттарға жақсы дайындауға. Мінекей көрдіңіздер ме? Осылай үккіштен өткізіп аласыздар 2 сәбіздеріңізді. Өстіп мінекей ұзын қылдым, қатты ұзын емес. Мінекей қараңыздар, қандай күшті болып жатыр. Жіңішке, әдемі болып жатыр. Анау қатты бір ұзындар болады, ондай емес бұл. Осылай мінекей үккіштен өткізіп алдым. Одан кейін 2 түйір қиярды алдым. Қиярды алдымда бәрін бірінші дөңгелектеп кесіп алдым. Осылай ұзын дөңгелек қылып кесіп алдым. Бірінші асықпай жіңішкелеп, қатты қалыңдай емес, жіңішкелеп алдым. Содан кейін оларды ұзын қылып турадым. Мінекей ұзын қылып турап аласыздар. Осылай ұзынша қылып барлығын мен сол 2 қияр қостым. Оның өзі жақсы біраз болды. Сондықтан өстіп барлық қиярларымызды бірінші дөңгелектеп, содан кейін осындай ұзын қылып кесіп аласыздар, турап аласыздар дегенім ғой. Өте әдемі әрі жеуге де ыңғайлы болады деп ойлаймын. Содан кейін мен паприка қостым. Яғни паприка бұл денсаулыққа өте пайдалы деп ойлаймын. Паприка көк шөбі. Сондықтан мен паприка қостым. Енді сіздер укроп қоссаңыздар да болады, кинза қосуға болады. Енді өздеріңіз қарайсыздар. Мен осы паприка қосқанды жөн көрдім. Мінекей өстіп паприкамызды алдым да, бұны да көбірек қосуға да болады. Осылай алдым, шағын ғана алдым мен тек қана. Өстіп мінекей көрдіңіздер ғой. Өстіп барлығын әзірге дейін сәбіздің сөлі шыққанша тұра тұрды. Енді осыларға мен бұған бірінші қостым, сәбізге арналған приправаны қостым. Енді тек остырғанда көз мөлшерімен көрсетіп жатырмын. Астына мен сіздерге мөлшерін бәрін жазамын. Содан кейін паприка қостым. Паприка қосу керек. Көрдіңіздер ме? Ал бір жама қызыл қылып, бір күшті дәмін де, түсін де қып-қызыл қылып күшті қылып тұрады паприка. Қолымызбен бәрін сығып аламыз. Өстіп сөлі шығу керек та, сәбіздің, салаттың өзі. Әдемі болып, енді аз уақыт қойып қоясыздар ғой. Сосын шығады. Содан кейін мен кориандр қостым азғантай. Бұны да азғантай ғана қостым, көп қосқан жоқпын. Дәмі бұзылып кетер дедім де, сосын азғантай қостым. Одан кейін соевый соустан 2 кішкене шай қасықпен 2 қасық қана қостым. Жарайды деп ойлаймын, енді онша көп қосқан жоқпын. 2 қасықпен, шай қасықпен 2 қасық қана қостым. Өстіп араластырып аламыз. Бұл әдемі болып шығады, дәмі де жақсы. Кешкі тағамдарға қосып жесеңіздер жарайды. Көрдіңіздер ғой. Көрдіңіздер қандай әдемі болды. Түсі де прям күшті қып-қызыл болып шықты. Қонақ шақырғанда да ет тағамымен, бешбармақпен де қосып беруге болады. Күшті, прям дастарханның көркін де ашып тұрады деп ойлаймын. Қып-қызыл болып, күшті болып. Осылай салатты дайындап аласыздар. Кешкі асқа, кешкі ауызашарға, қою тағамдарға қосып жеуге болады. Мінекей көрдіңіздер ме? Әдемі болып шықты. Бетіне не сепсеңіздер де болады. Укроп сепіп жіберуге де болады. Әдемі болып шығады. Азғантай тұз саласыздар. Оны тұз салуды видеоға түспей қалыпты. Тұз саласыздар азғантай, дәміне қарай, тәтіміне қарай. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер.